Сәлеметсіңдер ме, 3-ші сынып оқушылары? Қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы шығарма. Шығарманың тақырыбы көктем. 116-шы сабақ. Оқу мақсаты оқушыларға берілген тақырып бойынша суретке қарап шығарма жазғызу арқылы оқушылардың шығармашылығын арттыру. Оқушының көктем мезгілі жайындағы білетіндерін жаза отырып, сөйлемдегі сөздердің байланысын дұрыс қолдану, сөйлем мүшелерінің орнымен жазылуын қалай меңгерген және сауаттылығын анықтау. Бірінші, тақырыппен таныстыру. Екінші, көктем туралы не білетіндерін әңгімелету. Үшінші, шығарманың жоспарын құру. Көктем айлары, көктемдегі өсімдіктер, жануарлардың көктемгі тіршілігі, адамдардың көктемгі еңбегі, көктемдегі мерекелер, көктемгі ойындар, көктем қызығы деген жоспарларды құрғызуға болады. Шығарма деген не? Шығарма деген сөздің негізінде шығару деген ұғым жатыр. Яғни ойдан шығару, ойлап шығару деген мағынаны білдіреді. Шығарма жазуда жоспардың жай, күрделі түрлерін пайдаланылады. Егер оқушы шығармасының мазмұны, тіл стилі, сауаттылығы жағынан талапқа сай жазылса, жоспар бар ма, жоқ па, оны негізге алмау керек. Шығарма оқушының білім деңгейін көрсететін шығармашылық жұмыс. Бұндай жұмыстар оқушыларға кең ойлауға, ойын дәлелдей алуға, өзіндік көз қарасын нақтылауға үйретеді. Шығарманың жоспары көктемнің басталуы, көктемдегі табиғат, көктем мезгіліндегі мерекелік күндер, көктемдегі ауа райы, көктемдегі адамның еңбегі. Балалар, мен сендерге көктем жайлы біраз мағлұматтар бере кетейін. Көктем мезгілінде 3 ай бар. Олар наурыз, сәуір, мамыр. Көктем мезгілі басқа мезгілдерден өзгеше болып келеді. Көктем мезгілінде табиғат толығымен оянады. Көктем келгеннен біз өз отбасымызбен қуана қарсы аламыз. Көктемде құстар өлкемізге ұшып келеді. Оларға жем береміз, үйшіктер жасап береміз. Жеміс ағаштары гүлдейді және жапырақтар бүршік атады. Айналаға шөп өсіп, жердің беті жасыл кілемге айналады. Айналаны алқызыл жауқазын гүлдерінің иісі бүркеп алады. Көктемде ең бірінші мереке 8-ші наурыз күні әйел, қыздар мерекесі деп аталады. Ол күні әжелеріміз, аналарымыз, әпке қарындастарымызбен, сонымен қатар апайларымыздың мерекесін құттықтаймыз. Наурыз мерекесі 22-ші наурызда аталып өтеледі. Ол күні әркім өзгеше қарсы алады. Наурыз көже және тағы да басқа ұлттық тағамдар пісіріледі. Түрлі ойын сауық ұйымдастырылып, ән айтылады, би биленеді. Көктем келе сала ауа райы жылынады, жаңбыр жауады, найзағай жарқылдайды. Ауа райы жылынып және көктем соңынан ысып та кетеді. Сонымен бірге жазға ұласады. Жаңбыр жауса, кемпір қосақта түрлі түсті болып көрінеді. Біз оны қуана тамашалаймыз. Көктемде адамдар бау бақшасына түрлі түсті жемісті ағаштар, жұпар иісті гүлдер егеді. Оларға су береді, астын қопсытады. Бөлме өсімдіктерінің бәріне су және нұрмен өседі. Айналасындағы жаман шөптерден тазартады. Ал диқандар дәндерді, өсімдіктерді егеді. Олар бидай, арпа, картоп, сәбіз, қызанақ, қияр, орам жапырақ егеді. Олардың өсіп жетілуі үшін диқан бабаларына еңбегі мол. Көктемде бізде жеміс ағаштарын егуде ата-анамызға көмектесіп, үлкендерге көмектесеміз. Балалар, мына бір шығармаға назар аударайық. Көктем туралы шығарма. Көктемде табиғат ана оянады. Қыстың қары еріп, құстар жылжақтардан қайта оралады. Ағаштар бүршік жарып гүлдейді деген сырынды басталатын. Одан бері талай көктем келіп кетті. Әр көктемде ерекше бір керемет, сыры бітпес бір тылсым. Балалар, көктем туралы мақал-мәтелдер білеміз бе? Қыс қарлата, дауылдата келсе, көктем көлдете, жауындата келеді. Көктемде бір тойдым, көбік қарда бір тойдым. Қысына қарай көктемі, диқанына қарай кетпені. Қысың қарлы болса, жер семіз, көктемің жаңбыры болса, дән егіз.
көктемде жерге түскен бір дән күзгі күні 1000 дән болады. Тағы қандай мақал-мәтелдер білесіңдер? Шығармамызға мақал-мәтелдерді де кірістіріп жазып отырайық, балалар. Жарайсыңдар, балалар. Шығарманы сауатты, әдемі, көркем жаздыңдар деп ойлаймын. Енді мен сендердің дәптерлеріңді тексеремін. Маған WhatsApp желісі арқылы өз шығармаларыңды жіберуді ұмытпаңдар. Үйге ережелерді қайталап келеміз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар, балалар.